Сәлем қыздар, сіздермен қаттаманың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен бір кружка суымызды құйып аламыз, 250 грамм. Одан кейін үстіне бір шай қасық тұзымызды салып, және бір шай қасық қопсытқышымызды қосып, ұнымызбен бірге жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды суымызға салып, барлығын жақсылап илейміз. Дәл осы қаттаманың рецептісі маған өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Көріп тұрғандай қамырларыңыз жұмсақ болуы керек. Одан кейін оны жарты сағатқа осылай қойып қоямыз, бетін пакетпен жауып. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды алып бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде 6 қаттама шығады. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Менің каналымнан өте оңай рецепттерді көре аласыздар. Осы қаттаманы жасап жеуге өте қатты ерінетінмін. Бірақ жасап көргеннен кейін неге бұрыннан бері жасамадым деп ойланып қалдым, себебі дәмі өте күшті болып шығады. Көбінесе бұны оңтүстік өңірлерде үнемі жасайды. Егер сізде жасамаған болсаңыз, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өздеріңіз көріп тұрғандай қамырына ешқандай артық ештеңе қосып қажет емес. Егер сіздерде қопсытқыш болмаса, қамырымызға тұз салып қана илеп жая берсеңіздер болады. Одан кейін қамырымызды жұқа етіп жайып аламыз. Біздің қамырымыз өте жұқа болу керек. Сонымен қатар инстаграмыма да тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол жақта осындай қысқа монтаждалған видео рецепттерді көріп, сол жақтан да сақтап жасай берсеңіздер болады. Және сары майымызды микроволновкада ерітіп аламыз. Одан кейін үстіне жағып шығамыз. Осындай щетканың көмегімен жақсаңыздар да болады, немесе тез жасау үшін қолыңызбен барлық жеріне тигізіп жағып шықсаңыздар болады. Барлығын ораймыз. Одан кейін ортасына қарата ораймыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болады. Одан кейін осылай қамырларымызды барлығын жайып, орап, осылай пакеттің астына қойып қоямыз, себебі қамырларымыз кеуіп кетпеуі керек. Одан кейін ұнымызды сеуіп, қамырымызды жайып шығамыз. Біздің қамырымыздың қалыңдығы орташа қалыңдықта болу керек, қатты жұмсақ қылып керек емес, және қатты қалың қылудың да қажеті жоқ. Одан кейін табамызға осылай кішкене ғана сұйық майымызды құйып, майымызды қыздырып аламыз. Біздің майымыз барлық жерге жайылып тұру керек. Табамыздың барлығына жайылуы керек. Одан кейін майымыз қызғаннан кейін осылай нанымызды саламыз. Қаттамамызды, және екі бетін аудара отырып, орташа отта барлық қаттамамызды пісіріп шығамыз. Біздің қаттамамыз өте жұмсақ және қатпарлы болып шығады. Маған өте қатты ұнады. Жасап көріңіздер сіздерде. Отбасы мүшелеріне ыстықтай ұсынсаңыздар, тез желініп кетеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын.